Ақ халатты дәрігерлер мен ағартушы ұстаздардың айлығы туралы не айтасыз? Әрине. Дәрігер денсаулық, да, денсаулық зор байлық, соответственно, олар бай. Денсаулық зор байлық деген жай ғана тұрақты сөз тіркеседі ғой. Тұрақты сөз, это екі аяқ, две ноги в одном сапоге, правильно? Мақал мәтел, кішкентай бала жылағанда бір емшек, қалай айтады? Бәрекелді, Мелс Маратович, жарайсыз. Рахмет. Тақырыпқа келетін болсақ, бүгінгі кездесудің барысында дәрігерлер мен мұғалімдердің жалақысын көтеруге байланысты қандай шешімдер қабылданды? Қарастыраймыз. Мелс Маратович, сіз түсінбеген сияқтысыз. Сонымен дәрігерлер мен мұғалімдердің жалақысы көтеріле ма, жоқ әлде көтерілмейді ма деп сұрақ қойғысы келген менің әріптесім. Конечно, көтереді, да. Вот менде специальный таблица бар, да. 2017 жыл айлық вот мынандай болады. Ал енді 2018 мынандай. Вот. 2019-да мынандай айлық. Все. Вот край. Куда? Байлық сол. Сонда сіздің айтпағыңыз жалақы өспейді деген ғой, е? Неге осылай айтасыз? Жаңа ғана өзіңіз айттыңыз ол куда больше деп. Енді почему? Оны сұрақ қою керек ұзын адам, кімде ұзын қол, өкініш орай менде қарапайым же тоже, правильно? Ал бұларда ұзын болса, қол, соответственно, тоже там побольше уже, правильно? Ал қандай әлеуметтік жеңілдіктер қарастырылған? Жеңілдік болады жеңілдік. Вот, например, да, торговый центр, особенно қазір неде, вот ближе к весне, жеңілдік болады, мұғалім жеңілдік, да, дәрігер жеңілдік, бәрі жеңілдік. Жақсы болады. Мелс Маратович, тоқтай тұрыңыз, сіз не айтып кеттіңіз? Мен сізге басқа сұрақ қойдым ғой? Если басқа сұрақ, басқа ответ.